Кез келген топырақ бір-бірімен араласқан қатты, сұйық және газ тәрізді бөлшектерден тұрады. Топырақтың қасиеті осы бөлшектердің арақатынасына, құрғақ ылғалды, борпылдақ тығыз байланысты. Топырақта ауа неғұрлым көп болса, ол соғұрлым борпылдақ болады. Топырақтың өсімдіктерді сумен және қоректік заттармен қамтамасыз ету қасиетін құнарлылық дейді. Ол топырақ құрамындағы қарашіріктің мөлшеріне байланысты болады. Қарашірік неғұрлым көп болса, топырақтың түсі соғұрлым қара болады. Мұндай топырақ су мен онда еріген қоректік заттарды сақтай алады. Топырақтағы су мен қоректік заттар топырақ ішіндегі өте ұсақ саңылаулар арқылы көтеріледі де өсімдікті қоректендіреді.